армысыздар. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіздер. Сатылғанның екінші рет үйленуі сөйтіп тағы да сәтсіз тынды. Мен міне тағы да Қостөбедемін. Құттықтап қойыңыздар. Өгей шешелі болғам. Күлімбала түтетіп отырған түтін сөнгеннен кейін басым ауған жаққа қаңғып жөнелмей, енді өгей шешені де бір көрейін. Көрмегенім осы еді деп күміс дейтін адамның қолына келдім. Мұнда келмей, қайда барушы едің деп неге сұрамайсыздар. Күміс әкемнен үлкен бе деп қалам жас жағынан, ал бой жағынан ыдырыстан биік. Бет бітімі кесек, қалбиған қара әйел. Аты күміс демесең, өзі де киген киімі де шойынға көбірек ұқсайды. Ластығы жағынан аумаған менің бір кездегі Бибіжамал жеңгем. Соның өзі болмағанмен көшірмесі. Күміс дені сауда адам емес. Оқта-текте талып жығылып қалады. Өзінен өзі күбірлеп сөйлеп, әруақ құдайға сыйынып, солармен тілдесіп жүреді. Талма аурудың қазақ қояншық дейді. Күмістің қояншығы күрт ұстайды. Шай құйып немесе от жағып отырады да, серейіп жығылып қалады. Тісін шықыр-шықыр еткізіп, аяқ қолының тамыры тартылып, кейде аузынан ақ көбік атып, көздері аларып, тырбаңдап жатады. Бұрын мұндайды көрмеген мен де зәре қалмайды. Дереу сыртқа атып жөнелемін. Көрші кемпірлердің біреуін ертіп келем. Тұрдыбек інім бұл кезде 3 жастан асқан. Күтімсіз болудың салдарынан ит ауруымен ауырып, аяғы әлі шықпаған Мешел. Түрегеп жүре алмайды. Құйрығымен қозғалады. Көбіне көп сыз еденге төселген құрым киіздің үстінде мойны қылдай болып, көздері бақырайып, жарбиып отырғанды біледі. Өзі Мешел болғанмен тілі сау, сөйлесе тақ-тақ етеді, бірақ көп сөйлемейді. Өзінің Мешел болып қалуына осы жүрген адамдардың бәрін кінәлап, қартыс айтқандай, сәби қабағын түйіп алып, түксиіп үнсіз отырады. Бұл күнде ауылдың үлкен-кішісінің бәрі оның Тұрдыбек дейтін атына Мешел дейтін сөзді қабаттап қосып атайтын болған. Тұрдыбек Мешел. Жиыну, киім ауыстыру дегенді Тұрдыбек шешесі өлгелі білген емес. Оның үстіне киімі бе, болмаса жабағы тәрізді жапсырып таңып қойған бірдеңе ме ажырату қиын. Аяқ қолы шидей, шашы өсіп, құлақтарын көміп кеткен. Сәбидің сол кездегі кейпі көзіме елестегенде, осы күні де менің жүрегім шошынудан қақ айырыла жаздайды. Күміс талып жығылып жатқанда кезде Тұрдыбекте ес қалмайды. Бірақ ол мен құсап үйден қашып кете алмайды. Құйрығымен тез-тез сырғанып, үйдің алысырақ бұрышына қарай шегіне береді. Екі көз есік жақты бөгеп, ұп-ұзын боп, серең-серең етіп жатқан күмісте. Менің үйде болғанымды Тұрдыбек жақсы көреді. Екеуден екеу қалсақ, қабағы ашылып, сергіп бірдеңе сөйлей бастайды. Кәдімгідей балалық мінезі ұстап ойнамақ болады. Менің жаным Тұрдыбекке керемет ашушы еді. Күміс Тұрдыбекке қатал қарайды. Оңашада ұрып соғады екен. Оны маған Тұрдыбек өзі айтады. Қайтейін? Ара түсуге менде шама бар ма? Інімнің ауыр халі ішіме у боп құйылады. Мен бұл кезде жұрттан жасырып өлеңдер жазатын едім. Көбі өз басымдағы қайғы қасіретім. Әлі де болса, өлдіге қиғым келмейтін аяулы анам, оны жоқтау. Тұрдыбектің басындағы ауыр хал, күмістің оны ұратындығы. Қара бұлттай қалбиған мынау күміс, соғады Тұрдыбекті гүрс-гүрс деген 2 жол өлең есінде қалыпты. Көз. Нарынқолда 5-ші оқып жүрмін. Осында Нұрғабыл дейтін бізбен туысқан кең бейіл тамаша адам бар. Мұғалім. Сатылған екеуміз соның үйінде жүреміз.
Бір күні осы үйге сүмпиіп әкем келіп тұр. Жайша келдің бе? Тұрдыбекті бәлініске әкеп ем. Оған не болды? Су екен деп Абдол ішіп қойыпты. Уақиға былай болған. Әкем әйелі екеуі қырманда молотилкада істейді. Ауылдан бір қауым жер. Сонда жатып, сонда тұрады. Тұрдыбекті де алып барған. Аяғы жоқ Мешел бейшара ұзақ күнге қырманның шетінде күнге борсып отырғанды ғана біледі. Өгей шеше оған қарамайды. Панасыз сәби бір күні әлгідей отырып қатқақсып шөлдейді. Ішуге су іздейді. Маңайында әртүрлі шелек бөшкелер тұрады екен. Соларға үңіліп қарай бастайды. Шелектің біреуінде молотилканың моторына құятын автол тұрады. Сәби оның не зат екенін біле ме? Басын сұғып жібереді де қылқылдатып жұта бастайды. Байғұс інім ауруханада бір жетідей жатып шықты. Талайға дейін оның ішіне ас тоқтамайтын болды. Қыс кезі. Қазақы жайпақ шанамен тағы да Қостөбеден әкем келген. Шанасында төселген киіз, жаман бір көрпе жатыр. Біреуді алып келдің бе? Не жұмыспен келдің? Тұрдыбекті бәлініске әкеп ем. Тағы не боп қалды? Ұста дүкеніндегі отқа қолын тығып алыпты. Уақиға былай болған. Өскенбай ұстаның дүкені біздің үйдің қасында. Тұрдыбек бұл кезде үйдің қабырғасына дуалға сүйеніп жүретін болған. Ылғи да жападан жалғыз отыра беруден іші пысқан сәби бір күні там-тамды жағалап сырғып ұста дүкеніне келеді. Тұрдыбекпен шамалас Қырғызбай дейтін бала бар. Ол Мешел емес, сау. Қалтырап әрең тұрған Тұрдыбекті Қырғызбай қызық үшін жұлқып итеріп келіп қалады. Тұрдыбек омақаса жығылып, бір қолын көріктің қып-қызыл шоғына білезігіне дейін оңдырмай тығып алады. Бұл хабарды естігенде менің арқа басым шымырлап кетті. Байғұс сәби тағы да ауруханада. Ініме мен күн сайын келіп тұрам. Пряник, кәмпит әкеп берем. Мұнда оны келісімен моншаға салған, шашын алған. Тап-таза іш киім, халат берген. Күйген қолын добалдай етіп таңып, ақ жаймалы сеткалы темір кереуетке жатқызып қойған. Мен алғаш келгенде өз інімді өзім танымай қала жаздадым. Түрінен кісі шошығандай бұрынғы Тұрдыбек емес, екі көзі қарақаттай, сүп-сүйкімді біреу. Мені көріп әдемі жымиып күледі. Інім екенін сонда ғана таныдым.